Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағы. Сабақтың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару. Дөңгелек диаграмма, табиғат және адам. Бүгінгі сабақта сендер өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруды, диаграмманы оқуды қайталайсыңдар. Оқушылар, табиғат дегеніміз не? Табиғат аясында серуендегенді жақсы көреміз бе? Олай болса, мына суреттерге назар аударайық. Суретте өрнектердің мәнін тауып, олардың өз суретімен орналастырсаң, түсім туралы мақал шығады. Қане, тапсырмаларды өздеріміз орындап көрейікші. Жарайсыңдар. Енді жауабын тексерейік. 9100 бен 30-дың көбейтіндісі 273 мың. 2500 бен 30-дың көбейтіндісі 75 мың. 2000 мен 50-дың көбейтіндісі 100 мың. Жауабы 75 мың, 100 мың, 273 мың. Сонда жеріне қарай жемісі деген мақал шығады. Енді бүгінгі тапсырмаларды нақты түсіну мақсатында ережеге назар аударайық. Бірінші суретте заттың құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Екінші суретте материалдың жалпы шығынын табу үшін бір бұйымға жұмсалатын шығынын санына көбейтеміз. Үшінші суретте жалпы массасын табу үшін бір заттың массасын санына көбейтеміз. Төртінші суретте қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бесінші суретте тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Алтыншы суретте жұмыс өнімнің жалпы санын табу үшін өнімділікті жұмыс уақытына көбейтеміз. Назарымызды келесі тапсырмаға аударайық. Есептерді шығар. Есеп шығаруда пайдаланылған формулаларды жаз. Есепте не белгілі, не белгісіз екенін анықтап алайық. Оқушылар, есебімізде жылдамдық белгілі, арақашықтық белгілі, енді уақытты табамыз. Ол үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 600 километрді 60 км сағатқа бөлсек 10 сағат болады. Келесі есепте не белгілі ойланайық? Дұрыс айтасыңдар. Жылдамдық белгілі, уақыт белгілі, арақашықтықты табамыз. Ол үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Яғни 50 км сағатты 6 сағатқа көбейтсек 300 км болады. Әрі қарай жалғастырайық. Арақашықтық белгілі, уақыт белгілі, жылдамдықты табамыз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. Яғни 840 километрді 12 сағатқа бөлеміз, сонда 70 км сағат шығады. Өте жақсы оқушылар. Сендердің де жауаптарыңыз осылай шықты деп ойлаймын. Енді оқулықтағы берілген ережеге назар аударайық. Кейбір есептерді шығару үшін дөңгелек диаграмманы пайдалану ыңғайлы. Дөңгелек диаграммалар бұл әрқайсы есепте берілген мәліметтерді көрсететін секторларға бөлінген дөңгелек графиктер. Осы ережені басшылыққа ала отырып, нөмір 3 тапсырманы орындаймыз. Есептің берілгенін оқып мұқият тыңдайық. Не белгілі, не белгісіз екенін анықтап аламыз. Сүт фермаларының бірі өнімдерін мынадай арақатынаста шығарады. Барлық өнімнің жартысын сүт өнімі құрайды. 4/1 бөлігі айран, 8/1 бөлігі майлы айран және 8/1 бөлігі кілегей. Егер фермада 60 литр сүт шығарылатын болса, онда басқа өнімдер қанша литрден шығарылады? Ол үшін
барлық өндірілген өнімнің 2/1 бөлігі, яғни дөңгелектің жартысы жасыл бөлігі, сүт, ол 60 литр. Сол дөңгелектің 4/1 айран, ол қызғылт сары түс, яғни 60-ты 2-ге бөлемін, 30 литр. Ал майлы айран мен кілегей, сол 30-дың жартысы, яғни 30-ды 2-ге бөлем, 15. Сонда майлы айран сары түс 15-ке тең, кілегей көк түс 15-ке тең. Шешуі: 60-ды 2-ге бөлемін, 30, 30-ды 2-ге бөлемін, 15, 30-ды 2-ге бөлемін, 15. Жауабы: сүт өнімі 60 литр, айран 30 литр, майлы айран 15 литр, кілегей 15 литр. Енді оқушылар, нөмірі 4-ші тапсырмаға назар аударамыз. Кесте бойынша есеп құрастыр, оларға кересеп құрастырамыз. Мысалы, дүкеннен 2500 теңге тұратын бірнеше фломастер жинағын сатып алды. Сатып алған тауарға 5000 теңге төледі. Неше фломастер жинағын сатып алды? Шарты: құны 5000 теңге, бағасы 2500 теңге, саны белгісіз. Шешуі: 5000 2500-ге бөлеміз, 2 дана. Жауабы: 2 дана фломастер жинағы болған екен. Осы есепке кересеп құрастырайық. Дүкеннен 2500 теңгеден 2 фломастер жинағын сатып алды. Сатып алған тауарға қанша теңге төледі? Шарты: бағасы 2500 теңге, саны 2 дана, құны белгісіз. Шешуі: 2500-ді 2-ге көбейтемін, 5000 теңге төледі. Жауабы: 5000 теңге. Екінші есепте құны 2100 теңге, саны 3 дана, бағасы белгісіз. Бағасын табу үшін 2100-ді 3-ге бөлеміз, 700. Сонда жауабы 700 теңге. Үшінші есепте бағасы 3800 теңге, саны 90 дана, құны белгісіз. Құнын табу үшін 3800-ді 90-ға көбейтеміз, 342 мың. Үйге тапсырма. 8-ші беттегі 10-шы тапсырманы аламыз. Бүгінгі сабағымызда қорытындылай келе, өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруды, диаграмма оқуды қайталадыңдар. Бүгінгі сабақта алған әсерлеріңді бөлісіп, өздеріңді бағалаңдар. Менің қолымнан келеді. Есептегі мәліметтерді диаграммада көрсете аламын, 1 балл. Есеп шығаруда пайдаланылған формулаларды жаза аламын, 1 балл. Кесте бойынша есеп құрастыра аламын, 1 балл. Есеп бойынша дөңгелек диаграмма сызып орындай аламын, 1 балл. Оқушылар, сіздердің тапсырманы орындай алатындарыңызға сенімдімін. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.